партнерлар, сіздер Атами кызыға кірген соң Google арқылы немесе Chrome өз кабинетіңізге кіресіз, ID пароліңізді енгізесіз, сосын магазин дегенді басасыз. Магазинге басқан соң міне осындай сіздің магазиніңіз шығады. Бүкіл астында көрдіңіз бе? 2, 3, 4 бассаңыздар келесі страница. Соның продукцияны таңдауға болады. Мысалы, сіз түсінбей тұрсыз, мынау не нәрсе, мысалы, порошок па басасыз картинасына, суретіне. Сонда бәрі шыға кетті. Көрдіңіздер ме? Оқуға болады. Неден екен, қалай екен. Сөйтіп таңдайсыздар. Міне, мысалы, 3-ші страницаға, 3-ші не бетке. Міне, зубной пастаны басып қаласыз, мысалы, білмейсіз, неше штук жазып тұр. Міне, зубной пасты бір наборда 50 грамдық 4 тюбик дейді. Осында бәрін таңдап болған соң корзинаға басып отырасыз, өйстіп, міне, корзина дейсіз. Мысалы, неше штук керек? Мысалы, витамин С, омега, не керек? Мысалы, лютеин керек для глаз, витамин С керек дейсіз. Химахимның оптовый бағасы бар, білесіздер, міне, 37.700-ден шығады екен мынау. Осындай бар, міне, пробиотик дейсіз бе, міне. Бәрін таңдайсыз. Таңдап болған соң, жәнегі сол көкті басып боласыз, тұрмын, көктерді басып бол. Мына жерде оң жағыңызда корзина деген қара әріппен, қараның ішінде ақ әріппен жазып тұр. Соны басасыздар. Осындай шыға келеді. Көрдіңіздер ме? Бүкіл. Енді мысалы бірдеме артық істедіңіздер. Мынау мысалы химахим артық, өшіріп тастайсыз, удалину. Мысалы, ақшаңыз жетпей жатыр. Заказать все товары. Міне, итог 21.100 болады теңгемен, PV 22.000 PV дейді. Көрдіңіздер ме? Енді мына фамилияларыңызды қарайсыздар, дұрыс па, жоқ па. Өзіңіздікі, міне, Павлодар қай жақта жазып тұр, сіздікі телефоныңызды. Енді отправительді жазасыздар. Мысалы, кім алады, кім отправляет, сіз бе? То есть, енді ақшаны кім берді? Сол ғой. Мысалы, міне, мына кісі берді. Жазам осы кісіні. Енді бізде 3-шісін басасыз, образовательный центр тегін деген. Көрдіңіздер ғой, міне, детали доставкада, міне. Қараңыз, детали доставки, выберите способ оплаты. Соның ішінде, міне, 3-шісі образовательный центр бесплатно дегенді басасыздар. Көрдіңіздер ме? Мына ортада точканың ішінде 3-шісін басасыздар. Енді мына жерге толық фамилияны жазамыз. Сол кісінің, мысалы, кім алу керек заказды. Если сіз алатын болсаңыз, мысалы, болады. Мысалы, сіз беріп атсыз басқа біреуге, онда өз фамилияны жазасыз. Мысалы, басқа біреуге бал түсу керек, бірақ продукцияны сіз алуыңыз керексіз. Кім алады? Именно соның атын жазамыз. Жарай ма? Мысалы, өзіңіз болсаңыз, мысалы, өзіңіз жазасыз, өз фамилияңызды, телефонды сол кісінікін жазасыз, мысалы, өтір жаза салайын. Ал енді, офисқа барады, көрдіңіздер ме? Далее дейсіз. Мына жерде, міне, осындай чек шығады, соны подтверждаю басасыздар, оплатить сейчас дегенді басасыздар. Бәр соғалпы, қазақшада жазып тұрса да, енді мынандай чек шығады. Мынандай чек, осыны толтырмас бұрын, сіздер осы Каспий Голдқа кіргіңіз керексіздер. Өзі Каспий приложение бар ғой, неменізде. Соған кіресіздерді, оплата мой банкке кіресіз, мой банктен кейін Каспийға кіресіз, Каспий Голдқа, өз Каспий Голдыңызға. Сосын оплата в интернете деген тауып аласыздар. Сол оплата в интернетені басып, оплата в интернетені ашасыздар. Применить лимит дейсіз. Мысалы, қазір на данный момент 21.000 теңге өп тұр ғой. Мен 25-ті ашам, мысалы. А сіздер ашасыздар. Если көп болса, мысалы 40.000 болса, онда 50-ді ашасыздар. 51.000 болса, 100-ді ашасыздар. Сол секілді. Қорқпаңыздар. Сол сумманы ғана алады, арғартай алмайды. Мына жерде карта номер толтырасыз. Сіздерде картада номер болады. Бүкіл. Мысалы, 40 бәлем бә, 44 деп, соны до конца тересіз. Месяц, год деген, астында сол картаның қасында жазып тұрады 0923, 0927 или 01 бәлем бәй, соны жазасыздар. Сол карталарыңызды ауыстыра артын қарайсыздар да, CV код болады. 3 сан жазып тұрады, бір кішкентай бүйтіп.
арт жағында сан жазылып тұрады, 3 сан. Соны CV кодіне осы жерге тересіздер. Сосын имя владельца ағылшынша карточкада қалай жазылып тұр, точно солай жазасыздар. Мына жерде ағылшынша. Номер телефона өзіңіздікін тересіз, и почта өзіңіздікін тере бересіз, потому что сіз жасап жатсыз ғой заказды. Бәрі сіздікі бола берсе болады. Например, партнеріңіз бөлек болып тұр, но сізге жіберді мысалы, ақшаны. Но сіз өзіңіздікін тере бересіз. Вот. Сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар.